Кейбір адамдар өмірдегі барлық нәрсені айтып жүреді. Бірақ уақыт өте келе, сол сөздері өзіне қарсы қолданылып жатқанын байқайды. Кейбір нәрселер бар, оны жүректе сақтаған дұрыс. Өйткені әр айтылған сөздің өз салдары болады. Кейде біз сенген адамымыз да бір күні сол айтқан құпиямызды өзімізге қарсы қолдануы мүмкін. Айтылған сөз атылған оқ деп бекер айтпаған. Бірінші, болашақ жоспарларың. Екінші, жасаған жақсылықтарың. Үшінші, отбасыңдағы құпия. Төртінші, ақшаң мен табысың. Бесінші, әлсіз тұстарың. Өйткені кейде үнсіздік ең үлкен даналық. Болашақ жоспарларың. Адам өмірінде үлкен мақсаттар, армандар болады. Біреу бизнес ашқысы келеді, біреу үй алғысы келеді. Біреу үлкен жетістікке жетуді армандайды. Бірақ осы жоспарларының бәрін әркімге айтып жүру дұрыс емес. Себебі кейбір адамдар сенің жетістігіңді көргісі келмейді. Біреулер күліп, сенің сеніміңді төмендетеді. Кейбіреулер қызғанышпен қарайды. Кейде адам жоспарларын айтып тастағаннан кейін сол істі жасауға деген ынтасы да азайып кетеді. Жоспарыңды үндемей жаса, нәтижесі өзі сөйлесін. Үнсіз еңбек еткен адам бір күні бәрін таң қалдырады. Екінші, жасаған жақсылықтарың. Жақсылық жасау адамға берілген ең үлкен қасиеттердің бірі. Бірақ сол жақсылықты әркімге айтып мақтану дұрыс емес. Шынайы жақсылық жария болмайтын жақсылық. Егер адам жасаған жақсылығын үнемі айтып жүрсе, ол жақсылықтың қадірі кетеді. Қазақта жақсы сөз бар. Жақсылық жасасаң жасыр, жамандық жасасаң асыр. Яғни, жақсылықты жарияламай жасаған дұрыс. Өйткені шынайы жақсылық Алла үшін жасалған жақсылық. Үшінші, отбасыңдағы құпия. Отбасы адамның ең қасиетті орны. Бірақ өкінішке қарай, кейбір адамдар өз отбасының мәселесін сырттағы адамдарға айтып жүреді. Бұл үлкен қателік. Өйткені сырттағы адам сенің отбасыңды ешқашан толық түсінбейді. Біреулер оны өсекке айналдырады. Кейде сол әңгіме өзіңе қайта келіп тиеді. Отбасыңның есігі жабылған жерде сөзің де жабық қалу керек. Отбасыңдағы кейбір мәселелер тек сол отбасының ішінде қалу керек. Төртінші, табыс пен ақша. Адамның қанша ақша табатынын бәріне айтып жүруі де дұрыс емес. Себебі кейбір адамдар қызғанады. Біреулер сенен пайда көргісі келеді. Кейде адамдардың саған деген көзқарасы өзгереді. Ақша туралы көп айту адамды қиын жағдайға да қалдыруы мүмкін. Сондықтан дана адамдар ақшаңды санама, еңбегіңді сана дейді. Нағыз бай адам ақшасын емес, еңбегін көрсететін адам. Бесінші, әлсіз тұстарың. Әр адамның әлсіз жері болады. Біреу өте сенгіш, біреу тез ашуланады, біреу көңілі тез жараланады. Бірақ осы әлсіз тұстарыңды әр адамға айта беру қауіпті. Өйткені кейде адамдар оны өзіңе қарсы қолдануы мүмкін. Біреулер сенің әлсіздігіңді пайдаланады. Сондықтан өмірде бәріне бірдей сенуге болмайды. Жүрегіңді бәріне ашпа. Кейбіреулер оны жаралау үшін ғана келеді. Адам өзінің әлсіз тұстарын тек ең сенімді адамдармен ғана бөлісуі керек. Сенім өте қымбат нәрсе. Оны кез келген адамға беруге болмайды. Өмірде бәрін айтып жүру ақылдылық емес. Кейбір сөздер айтылмай қалғаны дұрыс. Адамның даналығы неде? Кейбір адамдар көп сөйлегенді ақылдылық деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде дана адамдар көп сөйлемейді.
Олар алдымен тыңдайды, ойланады, содан кейін ғана сөйлейді. Көп сөйлеген білімді емес, орнымен сөйлеген білімді. Кейде адамдар өз жоспарларын айтып жүреді. Бірақ сол жоспарлары орындалмай қалса, адамдар күліп, немесе сенімсіздікпен қарай бастайды. Сондықтан ісіңмен дәлелде, сөзіңмен емес. Аз сөйлеген адам аз қателеседі. Сөз күміс, үнсіздік алтын. Адамның ақылы сөзінен емес, үнсіздігінен де көрінеді. Құпия сақтай алмаған адамға сенім де болмайды. Адамның қадірін сөзі емес, ісі көрсетеді. Үндемеген адам кейде ең дана адам. Ақылды адам тыңдай біледі. Есіңде болсын, дана адамдар әрқашан аз сөйлейді, көп тыңдайды және құпияны сақтай біледі. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.